Zeynep sen kеше неге келмедің балабақшаға? Өйткені мен ауырып тіс дәрігеріне бардық. Тісің неге ауырды сенің? Анам маған шоколадты көп жейсің, содан тісің ауырады деп айтты. Бірақ мен шоколад неге менің тісімді ауыртқанын, қайдан жасалатынын білмей тұрмын. Себебі мен шоколадты өте жақсы көремін. Бірақ маған анам көп жемесін деп ескертеді. Шоколадтың қалай жасалғанын білгің келеді ме? Иә. Олай болса, бүгін мен сені сол шоколад жасайтын жерге ертіп барамын. Қандай көп шоколадтар мына жерде бар екен, мына жерде бар екен, мына жерде бар екен. Қандай керемет, қараш Зейнеп, шоколадтың түрі көп екен. Сәлеметсіздер ме? Сәлеметсіз бе? Айтыңызшы, мына шоколадтар қайдан жасалынады? Құрамында қандай заттар кіреді? Бұл шоколадтардың барлығы какао, сүттен, майдан және шекер қосылып жасалады. Бұл жердегі шоколадтардың барлығының құрамы адам ағзасына сондай пайдалы. Керемет екен, Зейнеп, қарақшы әнекей. Осы шоколадтардың ең кереметі қайсысы? Біздегі шоколадтардың барлығы сондай керемет. Бірақ соның ішіндегі ең жақсысы ол Қазақстан шоколады. Егер ұнаса, мен саған осы шоколадты берейін. Қандай? Рахмет. Апай, балабақшаға барайықшы. Осындай шоколадты жасайықшы. Бәрекелді Зейнеп, жасасақ жасайық. Мен саған көмектесем, жарай ма? Жүре ғой. Мен Дарқан Зейнеп Мақсатқызы. Менің жасым 5-те. Мен 60-ші балауса бөбекжай бақшасындағы гүлдер тобына барамын. Тәрбиесі жетекшім Ағатайба Марин. Мен кәмпит шоколадты жегенді өте жақсы көремін. Бірақ маған анам көп жемесін деп ескертеді. Мен осыдан кейін шоколадты жасауды шештім. Ол үшін маған сүт, май, шекер және какао қажет. Ол үшін біз сүтке май сүтті саламыз. Сосын майды бөліп саламыз. Сосын қосамыз. Ең соңғы араластырамыз. Соңдан кейін какаоны саламыз. Кейін араластырамыз. Сөйтіп оны арнайы пішімге саламыз. Сөйтіп оны тапшыға саламыз. Bir saat күтеміз. 1 сағаттан болды. Шоколадты да алайын. Міне біздің шоколадымыз дайын. Міне мен шоколадым дайын. Апа, оның атын балауса деп қойсам бола ма? Әрине болады, Зейнеп. Өйткені біздің балабақшаның аты қалай аталады? Балауса деп аталады. Жарайсың, Зейнеп. Керемет шоколад жасадың. Жаңа сен балауса деп атайық дедің ғой. Енді осы конфеттерімізді әдемілеп орап анамызға сыйлайық, жарай ма? Міне ала ғой мынаның ішінен. Oraya. Ben yanımdan bulay. Yanımdan. Біздің балауса шоколадымыз дайын болды. Бәрекелді. Зерттеу арқылы шоколадты
қалай жасалатынын біліп алдым.